Ассалаумағалейкум қазақ елі. Армысыздар біздің YouTube арнамыздың тұрақты көрермендері. Менің алдыңғы салған видеоларымда көрген болсаңыздар, мына жерде көрсеткен томмен сор болып жатқан. Енді қазір мына огурцилар арғы шетте ас қабағы, қарбызы, огурцы. Қандай керемет болып жайқалып өсіп тұр. Енді отап шықтық, көрген жайет. Бері қарай жалап түбін көміп шықтық, соны бердік. Сор жер болса да, бұл жерге негізі өздеріңіз білесіздер ғой, мен мына қайнатамның есігінің алдында биогумус өндіріп жатырмыз. Соған мынау жаңағы биогумустың результаты қалай болады екен, алдымен жұртқа бір нәрсені айтпас бұрын өзіміз қолмен жаңағы істеп көрейік деп, сондай мақсатта жасалған. Мына жерде сор ештеңе шықпайды, мына жерге сор тоң тек арам жеп мияшат болды. Енді бұл жерге қазір мен мына көшеттердің барлығын мына стаканчикке отырғызған кезде түбіне биогумус салып отырғызған тұғымыз. Бұны алып келіп мына жерге көшет дегенде бұның біразы өліп, біразы ала алмай өліп қалды. Сосын кейін әрқайсысы әртүрлі болып тұрғаны. Сонда да үстін қайта еге бердік. Аяқ жағында тек жердің өзіне ектік, ұрықта кеп. Мына теплицантта білесіздер өздеріңіз қандай бейнетпен жасалды, бірақ хайыр бейнетіміз ақталмады. Енді бұл жерде менің көрсетейін деп тұрғаным мына шығысы. Өзі негізі әр нәрсе өз шығысынан белгілі ғой. Мына огурцилар, мынау енді кейіннен алған помидорлар, мынау әдепкедегі еккеннен қалғандар ғой, енді үлкен болып тұрғандар. Арасында бұның да егілді майдалар. Мына екі арағымыз розовый, арғы екеуі жаңағы кәдімгі қызыл помидор. Бұл жерде помидорлар жақсы өсіп жатыр. Бұны түбіне биогумус стаканчикке салынып егілді. Кейіннен содан алып кеткен алып кетті, алып кетпегендердің арасына шықпаған жаңағы дәнектен тастады. Ол дәнек тасталған жерлердің жаңағы бетіне тасталды. Әйтеуір биогумус араласып уже түйнек байлап жатыр екен, көріне ме? Әдепі жақтар сосын болып жатыр. Бұл жерде енді бұдан кейін тек сол биогумус стаканның түбіне салғаннан бұл алған жоқ. Жаңағы сұйық биогумусты ана тонникке мен 5 литр сұйық биогумус, негізі 10 литр араластыру керек сұйық биогумусты. Мен бірақ қолымда бары 5 литр болды да, соны ғана араластырып бердім. Результат керемет. Мынау огурцы, ана жерде де бір-екі огурцы бар. Мынау огурцылар бұл алдындағы теплицаның бүтін кезінде 2 март бірінші егілгеннен дымда қалған жоқ қой, екінші егілгеннен арасында қалып қойғандары тұғын. Осы бір неге әкеп жаңағы отырғыза салдым. Мен жоғары қарай кететін огурцы ғой, жіпке байланып асылып. Результат пока көзге жаман емес, өздеріңіз де көріп отырсыздар. Бұны енді піскен кезде тағы да көреміз. Сосын мына жерде мына біреуіне капуста егілген тұғын, екінші қызылша, мына сәбіз, қазір жегенелеп шықтым. Мына картошка. Біз жаңа капельнеймен болғаннан кейін менің бір нем ошибка мына жерде. Осылай тастаған кезде желі ғой бізде. Мына жел сүріп арасында біраз жерін шығармай тастаған. Мына картошка
Бұл енді суды көп ішкендіктен мына түсі қандай болып тұр, мынау уже гүлдеп бастап жатыр. Негізі суды көп беріліп, мына жерде мына крайникте жаппай жаңағы павлониям мында үшеуі бар, және анда бар. Мыналарға су қойған кезде мына крайниктер жабылмай тұрады да, мына жақ үнемі су ішіп тұрады екен. Сосын мен жаңа жаптым мынаны. Өйткені бұған судың көп керегі жоқ қой негізінде. Содан кейін өзі сарғыштау тартып енді ол біраз күнге дейін 2-3 күн, бір аптаға дейін су ішпейтін павлониялар. Кеше үйден әкеп көшеттеп отырғызғам. Енді мына күннің ыстығынан шамалы мазасы қашып тұрған сияқты. Мына 3 бұрт ол жатыр енді таптан пока жатсын деп отыр. Енді көбейе берсін. Ендігі бір келгенде асқабақ қаптап кеткен бетінде. Білмеймін, осы бей жатқызам ба, или бір аударып шығам ба, көремін. Бізде борсық деген бір бәле бар. Не іздейтін қайдан келеді тағаны. Түнде кеп қазған ғынан. Өңгіп қасып кетеді. Амарлықта қасып кеткен. Борсық бар, мұна яғын бәрі жазық дала ғой. Сол борсықтың несі сор болды бір. Тек құрттар алдына тастаған құрттар. Ешін бір шетін ашып қоятын. Жаман емес, жақсы жағдайда. Өсіп жатыр, өніп жатыр. Өсе берсін, өне берсін. Тек мен аудан әкіміне кезінде жаңағы құрылтай болған кезде айтқам. Мен қайнатаның есігінің алдында отырман. Маған жер бер деп. Ол кезде облыс әкімі бізде Гүлшара ханым еді, ол кісі аудан әкімінің орынбасарына тапсырған. Ол жігіт ой керемет қыламын деді. Сөйтті осы ауылдың әкіміне тапсырды. Бұл ауылдың әкімі 60 қанша керек деді, хотя бір 60 сотық жер деп едім. Сонымен өздері ауылмен ақылдасып, мына жақтың бәрі жазық ашық қой. Ақылдасқандағыны сөйтіп бұлар жер беретін болыпты, бірақ 60 емес 30 сотық беретін болыпты да. Енді сіздерге бір қызық айтайын. Мына жерде ол 30 сотық жерде маған айтып тұрған жері, мынаны жақындатсам. Ой, жиде тұр ғой, жиде. Вот. Сол жақтан берем дейді да. Енді ол жақта жол жоқ. Ол жақта жол жоқ. Жол жоқ, іс жағында да баратын жол жоқ. Ой, жиде жақта жол жоқ, свет жоқ. Оны жаңағы маған 5 жылға аренда есебінде беремін дейді. Ол жерін керек емес дедім. Енді ол ана жаққа мен жол салып свет тартып алатын қаражатым бар болса, ол әкімдерден мен жер сұрамас едім. Мына жақтағы сатылатын жерлерді қатарынан сатып алып, сода жасайтын едім. Ол жерге бұлардың политикасы былай сияқты. Айдаладан берейік, кәсіп жасаймын деген адамға жоқ демейді да. Болды, береміз. Ана жақтан берген жер кімге керек? Ол 5 жылдың ішінде ол жаққа жол да түспейді, ол жаққа свет те тартылмайды. Ал мына жерде өздеріңіз білесіздер, көңгелі үшін жол керек. Мен өзім келіп отыру үшін жеңіл машинамен жол керек, және свет керек. Онсыз ол тіршілік болмайды. Солай емес пе? Енді мына жерден тағы да бір жүз квадрат көң төсеміз берсе. Бүгін келсе көңі
Mына жағынан мына жағынан төсеп мынаның ішінен құрталып саламыз оған. 100 квадрат жерге мынадан шылаушындарды алып, бәрін болмаса да ай бұл жарықтықтар гүл болып отыр, гүл. Бұл жағынан гүл іші бар. Енді кімде қандай совет бар жаңағы. Мысалға анау жақтағы жер. Маған ол жер емес, маған жолдың несінен жер керек та, жолы бар, светі бар жерден. Оған бұлар ондай қылмады. Жоқ деп те отказ жасаған жоқ. Мына береміз деді. Бірақ беретін жері жаңағыдай енді. Шылаушындар. Мына шеттері уже бегіміз қайнаған бұны. Мына аяқтары ғой. Білмеймін енді оны. Не айтамыз, кімге айтамыз ол жерін. Бізге ол жердің керегі де жоқ. Жол жоқ жерді не істеймін мысалға. Өздеріңіз айтыңыздар шәне. Құрт деген қалай жетті, жұмыртқасымен жатыр. Осылай. Бұлар кәсіп жасайым деген адамды поддержка беріп, жаңағы көтермелеп, мен оларға бір шалшын сатып беріп, көң әпер деп атқан жоқпын. Болмаса көңді кеп суарып тұр деп атқан жоқпын. Мен тек қана бос жатқан жер бер дедім. Қанша дегенмен енді біреудің есігін алды ғой онда. Аяғынан бер деген осы жерден қабаттан бер алып сотықты. Мына жерден көшірілме де не қылмады, ыңғайлы болсын. Светті мына жерден бұлар арай тарта салу да оңай болады. Жолда бар анау аяғына дейін жол бар. Деген енді оған жаңағыдай ғой. Жаңа Қазақстан, мына түрімізден біз жаңа Қазақстан бола алмаймыз ғой. Жаңа Қазақстан болу үшін кәсіпкерлердің осындай дәл мынандай болмаса да әртүрлі кәсіп бар, 1000 түрлі кәсіп бар бойынша. Сонымен айналсам деген адамға жағдайын жасау керек қой бірінші. Ойбай ip ашуым керек деді, ip аштық. Ол ипінің уже осы айда жарты жылдың отчеты дейді, соны тапсыруым керек. Оны не тапсыратынын білмейсің ғой. Бұлар тек жей берсем, ала берсем, шаруа ол қалай күн көрсе, олай күн көрсін деген әңгіме екен. Ол жерін бермейтін болса, епсін жабамын да, тып-тыныш өзім жасамын. Не керек бар маған? Пайдасы жоқ өкіметтің. Жер бермейтін өкіметтің. Оған налог төлеп, оған салық төлеп. Одан да тып-тыныш өзім. Өз отырыңды өзім қасай бермеймін ба? Құдай қаласа мынау енді үйім басталды ма? Сентябрь айында мынау полный биогумысқа дайын болады. Мына жердің өзінде бір гамаз биогумыс шығады. Қазір енді литрін 150 теңге деп кеше біреулер жазып отыр, 150 теңгеден литр деп. Ол болғандықтан литрмен есептеліп сатылады онда. Енді есептей беріңіз. Бір гамазың 10 көп болатын болса, мейлі мына жерде 5-ақ көп шықсын сол. 5 көбінің өзі де әжептәуір ақша болады ғой. Кейін ана жақтағы үшеуім бар. Ол енді қара күзге дейін жатады ол. Мына жерге қазір 100 квадрат метрді дайындасам, көңін жуып шайып, мынадан шылаушын тастаймын. Сосын ары қарай бұл да өзінің дегеніне жұмысын жасап жатады ғой. Одан кейін беріп атса рахметімізді айтып, жерін алып пайдаланамыз, салығымызды төлерміз. Жоқ, жерін бермейтін болса, ашқан ипаны жабамды, жоқ, болды, тым жасалғанда жоқ, ешқандай болған жоқ. Өзім жұмысымды жасап отыра беремін ғой.
әдепкіде біреу айтып еді маған, ой нең бар үкіметке жолап құрсын деп. Үкімет саған дымды да бермейді, қайта сенен тартып алады ол деп. Мен айтамын, мен жаңа Қазақстан боламыз деп отыр ғой, өзгерген шығар деп. Өзгерген дымы да жоқ екен. Солай ақыл кеңестеріңіз болса айтыңыздар, қалай қылуға болады, не істеуге болады. Видеомызға лайк басыңыздар. Біраздан бері осы видео салмап едік. Лайк басып қойыңыздар. Жақсылықта, қызықшылықта, аманшылықта жүрейік. Тек қана әр қазағым бай болсын.